жүріңіздер бір қыз көрсетіп жүрсеңіздер. Дәл өзі осы кісі біздің студияға келіп отыр, арнайы сұхбат болайын деп жатыр. Алло, иә. Жүнісбек, сен ана қағаздардың бәрін реттей берші, ана ертең ана қала күнін жақындап келе жатыр, біз соны ана кеше несін бітіре салайық. Иә, мен мына хабарға келіп едім, қазір орталық хабарға түсіп кетуге. Қазір осыдан шыққаннан кейін барамыз. Иә. Жақсы, соны бітірейік. Бастаймыз. Хабар арнасында орталық хабар бағдарламасы. Егер көліктің сағатына 100 шақырым жылдамдықпен жүрсе, күнге жету үшін тоқтаусыз 173 жыл жүру керек. Ал жалғыз өзің жету үшін 2168 жыл керек. Бәрібір жетпейсің. Қайтып. Ассалаумағалейкум ағайын. Осы хабарды көріп, бұл не деген түс сындыратын, бұламық деп түсінбей жүргендеріңіздің қарасы азайған шығар. Көріп отырсаңыздар, бәрі стандартты, бәрі шаблонда. Осылай сөйлеп тұрамында кезекті аңдатпаға беріп жүремін. Бұл ресмейлік пе? Жоқ. Бұл дәстүр. Ал дәстүрді қашанда сақтау керек. Айтпақшы, мен аңдатпаны отырып айтайыншы, Бұзылған заңдылықтар, жұлдыз неге бұламайды? Базар жоқ, Қабатов бас тартады, ал Есімов жабат. Қызыл өрік, қырғызстандық нөмір, қолға ұстаған көмір. Айтпат демеңіз, полиция ескертусіз оқ ата ма? Тәтті дегенде тәтті у. Қырғыз революциясына 3 жыл. Орталық хабар, осының бәрін ортаға тастайды. Бүгін біздің студиямызда жұлдыз болмаса да, жұлдыздарды жақсы танитын, Қазақстанның ең алғашқы аңшысы болмаса да, жақсы аңшы деуге болады, Астананың тұрғыны болмаса да, жақын көршілес қонақ келіп отыр. Кім деп ойлайсыздар? Әрине, бол Тоқтар аға Әубәкірі. Ассалаумағалейкум. Мерекеңізбен. Көршіміз деп жатқанымыз, яғни қазіргі түсірілім болып жатқан Қазмедиа орталығына арасында үй салмай, яғни Қазақстан темір жолы орналасқан. Білесіз ғой, ғарыш пен темір жолында айырмашылық бар ма екен? Сіз сол жақта қазір қызмет атқарып жатсыз. Ғарыш пен темір жолдың енді маған дегенде әрине енді ғарыш, ол ғарыш, темір жол, баяғыдан үйреніп қалған темір жолымыз. Біз қазір үлкен бағдарлама жасап жатырмыз. Бүкіл транспорт бір ұжымда, бір ұлттық компанияда болу үшін, оның ішінде авиация да кіреді. Олай болатын болса, мені ұлттық компанияның президенті Мамин Мырза шақырған себебі авиацияда кірейін деп жатыр. Сол кеңесші болыңызшы авиация жағынан деген, сонымен сол темір жолға кіріп жатқаным. Бірден келіңіз. Рахмет. Жаңа жұмыс құтты болсын. Мынау 12 сәуір кезінде көрген азаматтар Совет заманында ғой. Айтады, ерекше мереке болатын дейді. Яғни көпшілігі естерінен танып, сізге ұқсағысы келіп, ғарышкер болуды армандайтын дейді. Қазір ондай атмосфера жоқ. Керек пе бізге осындай атмосфера? Әрине. Бұл тәрбие, патриоттық сезімді оятады. Көпшілік айтады, ғарыш күнін 12 сәуір күні емес, 2 қазан күні тойлаған дұрыс дейді. Яғни бұл сіздің алғашқы ұшқан күніңіз 2 қазан. Яғни көпшілік ғарыш тарихын білмей ме, әлде сізді қатты жақсы көре ме? Меніңше Америкада мынау халықаралық күні 12 сәуір десе де, олардың Гаррисон ұшқан күнін тойлайды. Бірінші ғарышкер деп. Бөлек тойлайды? Бөлек тойлайды. Ұлттық күн. Менімше енді бүкіл қазақ ұлты болып бәрі сұрап жатқанда, мен енді өзі қазақтар білер еді. Қай күнді тойлайтын. 2 қазан тойлауымыз керек. Мен әрине қуанам ол үшін. Қуанасыз. Кезінде Гагаринді көпшілігі культ санады. Соның алғашқы ұшар алдындағы қимылдарын жасады, ырымдарын жасады. Бірақ сіз сол ырымдардан бас тартыпсыз. Қандай ырым еді ол? Мен орыс ұлты болмағансын,
славян ұлты болмағасын. Мен қазақ халқының атынан шыққансын. Мен қазақша айттым. Олар поехали дейді. Менің айтқаным, қазақ сен үшін отқа да жануға, ғарышқа да ұшуға дайынмын деп солай еттім. Көпшілігі ғарышқа барып келгеннен кейін сәл сырқаттанады, е? Бұлшықеттері, жүйке жүйесі. Сіз ұшып келгеннен кейін қалай күтіндіңіз және қазір қалай күтініп жатсыз? Ой, ол кезде енді шында қонғанда және жер қатты болғансын енді бір ұрлық балдық. Бірақ түсе сала жерді құшақтап жерді сүйгемін. Жарты сағаттан кейін комиссия, медициналық комиссия өтті де айтты. Ойбай, бұл кісінің мына жүрегінің дүрсілеуі де, қанның қысымы да 120-70-68 жүректің дүрсілдеуі. Мұндай ешкімде әлі болған жоқ. Қазір не істеп жатсыз? Қазір темір жолды игеріп жатырмын. Түсінікті. Мынау ғарышқа қайтадан барасыз десе сізге. Сізді алғашқы сол жаққа итермелейтін қатты асуға қандай белгі? Сіздің бағдарламаны пайдаланып, тағы бүкіл қазақ халқына айтқым келіп отыр. Мен бірнеше жыл бұрын айтып едім. Қазақтарым айналайындар. Мен 70 жылды осы ғарышта өткізейін деп едім. Барғым келіп жүр. Оған мен дайындалып та жүрмін. Бірақ менде ондай қаражат жоқ. Күнден күнге бағасы өсіп бара жатыр турист болып бару үшін. Ақшаны жинай беріңдер дедім. Қапшықтарыңа сала беріңдер енді. Содан кейін бір жыл қалғанда, ол 2 жақ қалды. Бір жыл қалғанда сол қапшықтан алып, соны жібереміз НАСА-ға. Құрметті көрермендер, осы кезден бастап ақшаларыңыз жинаңызды, өйткені біз Тоқтар ағамызды ғарышқа аттандырамыз. Рас қой? Солай. 12 сәуірді сіз ерекше атап өтеді дейді. Қалай? 90 жылы осы жерде 12 сәуірді үйімдегі есігім ашық деп жарияладым бүкіл қазақстандықтарға. Бүгінгі кейін осы 12 сәуір таңертеңден бастап менің есігім ашық, дастарханым жайлы тұр. Кім келсе де келе беріңіздер. Ал бәрдеріңіз күттім. Осы авиация саласына байланысты, ғарыш саласына байланысты өзіңіз туралы арнайы журналистік зерттеу жасап, сюжет дайындаған біздің әріптесіміз бар. Ортаға шақырайық. Нұрбек мырза. Нұрбек, әмеша. Қолында тағы бір ерекше кітап ұстап алыпты. Ең қызығы. Қош келіпсіз студиямызға. Нұрбек, сіз журналистік зерттеу жасадыңыз. Тоқтар ағаға байланысты, иә? Тоқтар ағаға байланысты жаңағына 2 сағат бұрын ғана эфирден өтіп кеткен болу керек. Біздің бағдарламаның аты Тоқтар аға білет, арнайы хабар деген бағдарлама. 20 минут бойы қазақтың ғарышы, оның ішінде қазақтың ғарышын көркейткен Тоқтар ағамыздан бастап біз осындай ұлықтап, ағаларымыздың кейбір айтылмай жүрген мәселелері болса, соларды айтқызып ағамызға біраз шер тарқатып кеше осындай бағдарлама болған болатын. Енді сіз қолыңызға кітап ұстап алыпсыз. Бұл менің өзімнің әкем, Шындемір Әмешаевтың сізбен түйедей құрдас 46 жылға сол кісінің сізге арнаған өлеңі бар еді. Соны бір қонаққа ретінде оқып берейін деп арнайы келген болатын. Мархабат әрине. Тоқтар ағаға енді Тоқтар ағаға бұл жаңалық емес, ол кісіге арналатын қаншама өлеңдер бар. Сол 91 жылға 2 қазаннан бері қаншама өлең. Дегенмен бұл кісіге арналатын мадақтауда, бұл кісіге ағамызға арналатын барлық жылы сөзде артық етпейді. Өйткені бізде Тоқтар біреу. Тақырыбымыз бар қазақтың қаһары. Хас тұлғаңа сай теңеу табамын ба, домбырамен күй тұнған сағағында. Бар қазақтың қаһары тектілігі, қауышқандай бір сенің қабағыңда. Сүйсінтеді жұртыңды ірілігің, бірі дүмін, шашқамен бірі күлін. Қажырыңның қамалы бұзылмаған тоқтарымен баукеңдер түрі бүгін. Ұнаған сияқты, сұрамай қойық, ұнады ма, ұнаған жоқ қой деп әрине ұнады. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бүгін бізде студияда ерекше сұхбат болды. Өйткені қонақта Тоқтар аға Әубәкіров болды. Бізді мақтан тұтатын батыр ағамыз. Сіздерді 12 сәуір ғарышкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз де құттықтап өтсеңіз ғой. Құттықтаймыз. Қысқадан нұсқа.
Қайрат Нұртас журналының оқырманы Қайрат Нұртас жабылып жатқан барахолкада тігілмеген Қайрат Нұртас деген футболкасын киіп алып, Қайрат Нұртас атындағы жай түсірілім алаңында Асан Әлі және Тұңғышбай аталармен бірге рөл ойнапты. Фильмнің аты әзірге «Өкініш». Өкінішке барғандар өкініп қайтыпты. Алматыдағы Ринпоче Богды Геген 9-шы атындағы сейсмология институтының хабарлауынша, алапат жер сілкінісінің алды алынды. Таңатқан аға Абақановтың нанына таласып отырған бұл мекеме, не айтып кеттім, бұл тас Райымбек ауданына қойылды. Ойламаң, санаматика комиссиясының шешімін оқып тұр деп. Бұл кәдімгі пұтшылдардың әрекеті. Әлде бір моңғол буддисінің тұғырын алматылықтарға аса қамқор пұтшылар жер сілкінісінен құтқару үшін қойыптымыз. Тасты қорғау үшін Тибеттен иттер алдырыпты. Жаратушы тұрғанда мынадай тастан жарылқау іздегендерге күлеміз ау. Жоқ, біз аяймыз. Ұшақ көкте ұшқанда аэродинамика заңдарына бағынады. Осы аэродинамика заңдарын ойлап табуға көмектескен Жуковский былай деген екен. Адамның қолының бұлшық еті торғайдың қанатынан жетсе кесе әлсіз, бірақ біз ақыл ойымыздың күшімен әуені бағындырамыз. Біз әуені бағындырдық, бірақ енді ұшақтарымыз бағынбай жатыр. Жерді аңсап үсті-үстіне құлап жатыр. Экранға қараңыз. Так, на 4-м, все. Против Реном 15, 280 лет справа. Город, что ли? Бұл Шымкент қаласы маңында опат болған Ан-70 ұшағынан естілген соңғы дауыстар. Аэродинамика заңы бұзылды ма, әлде қауіпсіздік заңы бұзылды ма? Немесе біздің талап төмендеді ме? Мақпал Мадиярова айтсын. Әлемдік ақпарат құралдары жарыс айтқан бұлғаралы оқиға 2012 жылы 25 желтоқсанда болғанды. Кешкі сағат 19:00-де Шымкент қаласының әуежайынан 20 шақырым қашықтықта Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне тиесілі Ан-72 ұшағы апатқа ұшырады. Кеме бортындағы 7 экипаж мүшесі, 20 әскери қызметкер түгел қаза болды. Так, на 4-м, все. Против Реном 15, 280 лет справа. Город, что ли? Осылай алдындағы аңғарды аңдай алмаған Ан-72 ұшағы 800 метр биіктіктен құлаған. Әуе көлігінің бөлшектері 50 метр жерге шашылған. Шекара қызметінің директоры міндетін атқарушы полковник Тұрғанбек Стамбеков бастаған. Бас аяғы ел шекарасына жауапты 19 офицер шейіт болды. Президент өкімімен қаралы күн жарияланды. Ел болып аза тұттық. Ту төмен түсірілді. 25 желтоқсандағы оқиғаның қайғысы әлі сейілмеген еді. Жетім қалған баланың, жесір қалған ананың жарасы әлі жазылмаған еді. Қаза болған атпалдай азаматтарымыздың топырағы әлі кеуіп үлгермеген еді. қаңтар 2013 жыл. Көкшетау әуежайы. Скат авиакомпаниясының Challenger 200 маркалы ұшағы Көкшетау Алматы бағытына кестеде көрсетілген уақыттан кешігіп, сағат 11-ден 20 минут өткенде көкке көтеріледі. Әуе лайнері 2 сағатта 1532 шақырымды бағындырып, Алматы шаһарына жетеріне сенеді. Ұшақтың 20 минут кешігіп ұшқаны да еш жолаушының көңіліне күдік ұялатпайды. Оның үстіне Алматы әуежайы халықаралық стандартқа сай. Қандай қолайсыз ауа райы болса да, ұшақты қондыралар әлеуеті бар айлақтың бірі тін. Вот это новое оборудование позволяет садиться самолетом практически в любую погоду. Дәл сол күні, яғни 29 қаңтарда Алматыны соқыр тұман басты. Сағат тілі 13 сағат 13 минутты көрсетіп тұрған. Қаралы хабар бұрқ етті. Көкшеден шыққан Challenger 200 әуежайға 500 метр жетпей тұмсығымен жер сүзе құлапты. Борттағы барлық адам мерт болған. 21 жанның жүрегі бір сәтте бірге тоқтаған. Осылайша 2012-нің 25 желтоқсанында үзіліп кеткен 27-нің қазасынан еңсемізді әлі тіктей алмай жатқанымызда, тура бір ай 5 күн дегенде қазақ елі тағы да қара жамылды. Тағы да аза тұттық, тағы да туды төмен сүрдік. Сонымен
ұшақ апатының себебі не? Көптің көкейінде осы сауал. Қара жәшікті зерттегендер әуе апаттарының 80% адами фактордан, яғни экипаждың қателігінен, 20% техникалық ақаудан орын алады дейді. Бұл дегеніңіз, әрбір 5-ші аварияның 4-еуі экипаждың кінәсінен болады деген сөз. Мүмкіндіктері бар әрбір ұшақтың, өзінің. Сол ұшақтың сөгіні мүмкіндігі бар болғанмен, ол командирдің мүмкіндігін қарау керек. Екінші пилоттың мүмкіндігін қарау керек. Кілтипанды командирден іздейін десең, 57 жасар Владимир Евдокимов 5000 мәрте ұшып қонған тіс қаққан ұшқыш. Бірақ бұл сапары сәтті болмады. Я уже и не припомню все города. Вот он там показал себя тоже как очень грамотный специалист. Ұшақтың кетеуі өткен бе дейін десең, бұл челленджер 2000 жылы құрастырылған. 25707 сағат ұшқан, 22975 рет жолаушы тасымалдаған. Соңғы рет 2011 жылы толық жөндеуден өткен. Жолаушылар тасымалдауға қызмет көрсетіп отқан 56 ұшағымыз бар. Оның ішінде 85% шетелден келген западный техника дейді, Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer'лар ұшып жатыр. Соның ішінде енді 85% сол шетелдік ұшақтар. Апаттың себебін анықтар құпия жәшікті Мәскеудегі орталық оқып та берді. Енді еліміздің һәм Канаданың мамандары сараптап, сұрыптауда. Ұшақ апатын тергеп тексеру үшін құрылған комиссияның төрағасы вице-министр Азат Бектұров болған жайтты жұмбақ деп мәлімдеді. Сондай-ақ ұшақтың жанар-жағар майы да жеткілікті болғанын кесіп айтты. Әзірге белгілісі осы ғана. Қайғылы оқиғаның нақты әрі толық себебі әлі анықталуда. Ал 25 желтоқсанда күл талқаны шыққан Ан-72-ге сол күнгі қолайсыз ауа райы, экипаждың салғырттығы және биіктік көрсеткіш құрылғының істен шығуы себеп болғаны нақтыланды. Екі ағайда 48 жерлесімізді жер қойнына тапсырып, 2 реттік қаралы күннен соң шын толқып, шын үйленді ме, әуе көліктеріне жауаптыларға жан бітті. Кешегі өткен үкімет сағатында жаңа жоспарларымен таныстырды. Елдегі қаптаған авиакомпанияларды қысқартатын болды. Ұшқыштарды евростандартпен оқытатын болды. Қанша авиакомпаниялар қайта сертификаттау процедуралары өтпейді, қазір айтуға болмайды, өйткені процедура тек басталды. Авиациямыз тезірек даму керек. Тезірек көбірек ұшқыштар алу керек, көбірек ұшақтар сатып алуымыз керек. Ол тезірек болу керек. Мақсаттар жылдам жүзеге асса екен. Әйтпесе, ұшақтар біресе ұшу жолағынан тайып, біресе дөңгелегі ашылмай, елдің үрейін алуда. Мақпал Мадиярова, Нұрсерік Қамбар, Серік Қоңырбаев, арнайы орталық хабар үшін. Ғарышқа бардық, ғарыштан төмен түстік, әуеге, әуеден төмен түстік, жерге. Ал жерде не бар? Жұмыртқа бар. Біздің бағдарламаның тұрақты кейіпкеріне арналған жұмыртқа бүгін де студиямызда. Және де осы жұмыртқаға байланысты бізге тәжірибе көрсететін студенттік шағында жатақханада жұмыртқаны көп жеген менің жаңалықтардағы әріптесім Бекзат Жүсіп. Бекзат, студиямызға қош келіпсің орталық хабарға. Қош көрдік. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Салмақты болған түсінікті жаңалықтар, бірақ сәл қазір тәжірибе жасаймыз. Көтеріңкі көңіл-күй болсын, емін-еркін ұстайық өзімізді, көрермендерді қолдап қойсаңыздар. Біздің қазір тәжірибеміз өте ерекше болады. Бекзат айтпақшы, бағдарламаның алдында айтып қойды ма, қандай тәжірибе болады, бірақ қалай көрініс табатын мен білмеймін. Айтады, яғни мен жұмыртқадан дейді, ішіндегі ақуызы мен сарысын бөлек еш бұзбай ала аламын дейді. Және жылдам. Көрермендерден сұрайық. Бұл қаншалықты мүмкін және сіздердің қандай тәсілдеріңіз бар ма? Екі жағын тесіп алуға болады. Екі жағын тесіп, тағы да баспен жаруға болады. Тағы да қандай? Қасықпен бөліп алуға болады. Қасықпен бөліп алуға болады дейді, қасық арқылы, қасық арқылы бөлуге тырысамыз. Бөлінбейді енді, оны өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Мен бұл жағы шашыратпай, бүлдірмей істейтін өз нұсқамды көрсетейін. Мен асханада көп болмаймын. Ол үшін бізге пластикалық құты дейміз ғой. Пластикалық құты? Бір жерлерде ауылдарда бақалашка дейді екен, қазақшаға аударып өпті. Жұмыртқаны қол шапалақта отырады.
Ал көрермендер де біздің бағдарламамызға белсенді қатысып отырсын. Жұмбақ, айдаладағы отау, ауыз өмірді жоғалтау. Не ол? Жұмыртқа дұрыс жалғастырамыз. Не болды? Қанша жұмыртқа керек бізге? Әзірше 2 жұмыртқа дайын. Үшеуін көрсетейік. Үшеуін көрсетеміз. 3 жұмыртқа. Енді мұқият боламыз. Құтын аламыз. Ауасын сығамыз. Ауасын сығамыз. Оп. Бір. Екіншісі. Сәл қобалжу бар. Шоу айналдырайын да. Сәл қобалжу бар. 1-2-3 мұқият боламыз. Құрметті көрермендер. Жұмыртқа кіре ме, әлде кірмей ме? Ай-ай-ай. Қисық кетті. Көреміз. Ел кезек 3-ке дейін. 3-ші кезектен болды. 2 жұмыртқа. Сарысы. 3-ші. Жаманнан 1 жұмыртқа дейді. Көреміз. 3-ші. Хоппа! Барлығы шын, барлығы жартысы. Мінекей, бізде ауызы сыртта қалды. Сарысы іште қалды. Састай, иә. Өте оңайтады. Ішуге болады, денсаулыққа өте пайдалы. Таңертең жүгіріп келгеннен кейін далада, немесе серуендеп келгеннен кейін. Пайдасы неде, Бекзат? Жұмыртқаның пайдасы көп қой. Жоқ, жұмыртқа пайдасы. Ең басты қарын тойдырады. Бұлар күледі, алаңда жылап жатыр. Бұлар айтпақшы Тұрсынбек Қабатов басқаратын Базар жоқ театры өзіне әдемі жаңа атау іздеп жатыр. Базар жоқтан бас тартуына Есімов мырзаның ешқандай қатысы жоқ шығар, бірақ мынаған қатысы бары анық. Алматыда бір күнде 5 бірдей базар жабылды. Әрине, техника қауіпсіздігін сақтамады дегенде айыптар да бар шығар. Жарайды. Әкімге сенейік, санитарларға да сенейік, және де сол шудың арасында жүрген Шынар Сағындық қызының сөзіне де сене кетейік. Бауырым, ау, сағат керек па, көрші? Мен сағат көрмеймін. Мен сюжет көремін. По выявленным нарушениям материалы отправили в суд. И суд выносит решение приостановить. Атақты барахолка сауда нүктесіне майдан алаңын айналды. Бұнда бір күнде сот шешімімен 5 бірдей базардың есігіне қара құл білінді. 2 түйе соғысса ортасында шыбын өледінің кері келіп, нәтижесінде саудагерлер олардай шулап қалды. 6500 гос аренда. Бізде субаренда деген бар. Адам өзінікін басқаға өткізеді. Біз соларын аламыз. Хозяинға 18500 мысалы береміз. Содан жоғары, иә. 35 мыңға дейін, екі ортада. Ал мына базарға барсаңыз, 2000 доллармен төлейді олар. Бәрін төлеп жатырмыз. Ешқандай бізде мін жоқ мысалы. Начальстводан болмаса ешқандай не жоқ мысалы. Пожарка дейді, пожарканың бәрін алып жатырмыз. Ұлыгер, Арал, Аягөз, Дәстүр және адам базарлар төтенше жағдайлар департаментінің шағым бойынша жабылды. Қаһарға мінген құтқарушылар қауіпсіздікті қаперге алмаған базар қожайындарына бірнеше мәрте ескерту жасалды. Бірақ ешкім елемеді дейді. Ертең өрт болатын болса, ешкім оған жауапкершілік ешкім артпайды, дұрыс па? Өртенбеу үшін олар нарушение устранить ету керек. Нарушение после нарушения устранения нарушения базар откроется. Тараптар тілдесуі тіресуге ұласады дегенде құтқарушылар тартыс алаңына арнайы жасақты ерте келіпті. Ашынған бұқараны сабасына түсірген де осылар. ИП открыли, счетные кассовые аппараты купили, налоги платим, ну что еще надо? Жалпы бүгінде шаһардағы 74 базардың 43-і сот шешіммен өз жұмысын тоқтатты. Бірі қызылсыздықты басып алса, енді бірі қылмыс ошағына айналған. Сотта тағы 10 базардың ісі қаралып жатыр. 74 адам әкімшілік жауапқа тартылды. Бұдан бөлек тексеріс кезінде тағы 30 базардың Алматының бас жоспарына сай еместігі анықталды. Денсаулық сақтау басқармасы жүргізген тексерістің нәтижесінде базардағы әйелдердің арасындағы жұқпалы ауру көрсеткіші қаладағыдан 7 есеге көп екені анықталды. Біздің басқармаға қарсы шығып жатқандар негізі сауда орындарының бастықтары. Бірақ біз көпшіліктің пікірін негізге ала отырып, жаңа жобаны іске асырамыз. Бүгінде Алматы әкімдігінде шаһарды көріктендіру мәселесіне қатысты 16 жоба қаралып жатыр. Өркениетті елдің тұрмысы да өркениетті болу керек деген ұстанымда билік. Ескі базардың орнында қазір мына жаңа қазіргі жағдайдың сұрамына талап торговый дом салынайын деп жатыр.
Жүрде қазір 2,5 мың квадрат көлемі, 1200 адам бутиктер болады. Сот орындаушылары халықтың қаһарынан сескенді ме, бүгін Қарабазардағы 5 нүкте жұмысы қайта жанданды. Заңсыздықтарды жоюға 2 ай мұрсат берілді. Билік ескі базарларды бұзып, заманауи кешендер тұрғызбақ. Жоба жүзеге асса 100 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылады. Әзірге барахолка қарапайым халықтың да, кірмелердің де нәпақа табатын жер болып қала бермек. Ескертетін жайт, Алматыдағы қылмыстың 56% дәл осы келімсектер қолымен жасалады. Қызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Қызыл өрік, қойшы маған көңіл бөліп. Жоқ, айтпағымыз қырғызстандық қызыл өрік емес, қырғызстандық нөмірлік көлік. Ұрланған деп айта алмаймыз, бірақ ұрын келгені рас. Қыр астындағы ағайын сыйладым деп сенім хат жазады, осылайша кедендік баж салығын төлеместен біздің елге асады. Сонымен, нөмірі қырғызстандық, өмірі қазақстандық тұлпардың темірі, кешіріңіз, сүйегі кімдікі? Я за машину родину продал. Что? Тап осы фильм кейіпкері сынды. Кей қазақстандық азаматтар автокөлікке бола отанын сатады. Анығы темір тұлпар үшін емес, мемлекеттік номер үшін. Елімізде кедендік баж салығының бағасы қымбаттағалы, көлікті қырғыз жерінде тіркеудің дәурені қалықтады. Сосын моңғолиялық бөтте көп. Қысқасы, көшелерімізде сарала көп нөмірлер қаптады. Ол экстремалды, Шумахерде емес. Бірақ қатты жылдамдықпен, әрі жол ережесін бұзып жүруге мәжбүр. Қырғызстандық нөмірлі көлікті мінгелі бері. Негізі қымбат көліктерге қалта көтере бермейді әрине. Сол себептен Қырғызстанда $6000 жақсы көлік алып келуге болады. Бірақ неге екенін білмеймін, біздің үкімет сондай нәрсеге тыйым салып, сонда бір қиын жағдайға түсіп тұрған жайымыз бар. Бұралаң жол, қуыс жер, үйлердің қалтарысы. Бұлар Жәнібектің қазіргі қалыпты маршруты. Қысқа тар жолдармен жүріп, май қызметкерлерінің тығылып жүруге тура келеді. Оның бұл әрекеттері сол темір тұлпарын қорғағаны. Өйткені қазақстандық жолдардағы қырғыздың қызыл нөмірлі көлігінің көбі өз үйіне жете алмай жатыр. Злостный нарушитель, если у меня еще есть время, я не просрочил еще. Сәуір келгелі, Алматы жүргізушілерінің қалы тәуір болмады. Мұндағы жол полициясы мен кедендік бақылау комитетінің аңшылығы күшті. Стран Таможенного союза, они имеют право ввести машину, уплатив сумму обеспечения на полгода, а граждане Кыргызской республики, они могут возить без уплаты таможенных обеспечений, на год могут возить. Аталмыш заң талаптары негізінде автомашиналар депортацияланады. Бірақ заңнан көрі Қарабастың қамын артық көретін көлік иелері кеденменен келісімге келмекші. Я приобрел машину год назад, ездил год здесь и поймали безвременной ввоза, как таможенной декларации. И получается, нарушили закон. Я не знал об этом. Алматылық полиция қызметкерлеріне белгілісі. Жыл басынан бері жол ережесін бұзу бойынша 2000-нің үстінде хаттама толтырылыпты. Ал айыппұлды төлету мүмкін емес. Өйткені көліктің ресми иесі қияндағы Қырғызстанда. Олардың мемлекеттік белгілі нөмірі біздің стационарлық бейне камералар арқылы оқылмайды. Тағы бір тұс. Әлгі темір тұлпарлар біздің елімізде техникалық байқаудан өтпейді. Темірдің тозатындығы тұрғысынан қарағанда тексеруден өтпегеннің ертеңгі өксігі осындай жағдайға алып келмесе игі. Бұл тұста кімді кінәлаған жөн? Жүгенсіз жүргізушіні ме, әлде кедендегі кемістікті ме? Осы орайда көлік саудасының көрігін қыздырып жүргендердің бір құпиясын ашса. Арзан бағаға араб әмірліктерінен темір тұлпарды сатып алып Қырғызстанда тіркетеді. Себебі ол жақта барлық құжат бір ғимаратта рәсімделеді. Нөмірде жасалады, сенімхатта жазып береді. Тоқ етері қағаз аямайды олар. Қырғызстан Республикасының азаматы иесі осы машинаны шекара арқылы заңды өткізіп беріп, Қордай ауылынан бастап бері қарай
Қазақстан Республикасының азаматына тигеннен кейін бұл заңсыз болып келіп жатыр. 2012 жылы кедендік талаптарды бұзған 165 көлік айып тұрағына тоғытылған. Құжаттарын тексеру барысында ел аумағына заңсыз енгені анықталған. Осыдан кейін әкімшілік сот көлік иелеріне 1,5 миллион теңге мөлшерінде айып салып, 160 көлікті ел аумағынан шығару туралы шешім шығарған. Осы жылдың 1-тоқсанында 316 әкімшілік іс қозғалған. Енді бұл көліктер құжат жүзіндегі отанын аттанады. Онда барған соң жүргізушілердің алдында екі ғана таңдау бар. Не көлігін сатып, жаяулатып елге қайту. Болмаса, Қырғыз Республикасының азаматы болып тіркелу. Ал кедендік баж салығын төлеу, яғни көлік құнының 3 есе ақшасын беру. Қараша халыққа қиын мәселе. Әзірге депортация тұзағына түспегендер енді ебін тауып екі асауға тырысады. Негізінде номер жасайтын адамдар бар деп естігем Шымкент жақта. $1000-ға сондайға келіп істеуге болады деп естідім. Тым болмаса сол жаққа барып номер жасатып алармын. Дәні риза менің нәзік гүл жаным, сыйлады ғұмыр бізге мырза күн. Бұл дүниеде саған досым-ай, саған досым-ай, саған досым ризамын, саған досым ризамын. Иманғали Нұрғалиұлы. Қалайсың, қал жақсы ма? Жақсы, біздің арнайы шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге рахмет. Бірақ дос керек жақсы ғой, жүріңізші мына жаққа. Бір менде сұрағым сәл ресми етті. Мынау біліп отырсыз, қазір Астана қаласында Қырғыздың, Монғолияның мемлекеттік нөмірі бар, автокөліктердің саны көбейіп кетті. Бұған сіз не дейсіз? Қандай жауап бар? Бұл енді мен ойлаймын, бұл тек қана Астанада емес, бұл мына жақта Алматыдан басталды. Бұл енді оның себебі белгілі ғой, енді ол бәрімізге мынау кедендік одаққа кірдік қой. Иә. Содан кейін мына баж салығын қымбаттатқаннан кейін көп ағайындардың бәрі мына Алатаудан асып барып, соны атпен барып көлік әкеп алып жатыр. Бұл енді біз болашақта бұны енді сол GPS арқылы жаңағы анықтау жүйесін қоямыз, сонда бұл мәселенің шешу сол кезде шешіледі ғой деп ойлаймын. Түсінікті, рахмет. Екінші сұрақ, енді талай жылдары Алматыда әкім болдыңыз. Атышулы барақолған есіп жатқан шығарсыз. Жабылады дей ме? Хабарыңыз бар шығар? Жоқ, енді ол енді қазір мен Ахметжан Смағұловичпен қазір хабарласып көрейін, содан кейін жауап беретін боламыз енді қазір. Бұл енді содан айтамыз. Жоқ, Алматы жаққа барыспай қойықшы енді ол. Астанадан қой беріңізші сұрақты. Тоқтаңыз, сіз сол кезде Иманғали Нұрғалиұлының двойнигісіз бе? Жоқ, мен копиясын оригиналында, копия мұнда. Түсінікті, өздеріңіз көрдіңіздер. Есіме түсті. Бізде студияда қонақта Парадис Олжас Сыдықбек. Рас қой? Рас. Тамаша, пародия деп жатырмыз. Иманғали Нұрғалиұлына пародия жасадыңыз. Ол кісінің қабылдауы қалай болды жап? Ол кісінің алдына пародия жасадым, қабылдауы жақсы болды. Бір кеште бір алдында жасаған кезімде ол кісіге ризашылығын білдіріп, рахмет айналайын, енді сен мен енді халықтың есіне салып жүрсің ғой жүрген кезінде. Бірақ ана тауып жүрген ақшаңмен бөліс деп қалдыңдаған бар ол кісінің. 50-50 ғой. 50-50. Түсінікті. Енді сізден тағы да пародия күтейікші, осы Иманғали Нұрғалиұлына байланысты. Делік, Астанада базар жабылайын деп жатыр. Халық күтіп тұр. Сіз не дейсіз? Қандай базар жабылайын деп отыр? Біз базарда ашамыз. Астанада. Ашамыз Астанада. Біз жаппаймыз. Жаппайсыз. Яғни сіз әрдайым ашқанды жақсы көресіз. Әрине, ол енді біз ашып қатарын ары қаратай көбейте беретін боламыз бұны. Түсінікті. Енді пародия деп жатырмыз. Пародия мәселесін қоя тұрайық та, халық күтіп отырған басты сұраққа назар аударайықшы. Кезек берейікші. Көрермендер де күтіп отыр біздің. Мен де күтіп отырмын. Барлығы күтіп отыр. Соңғы кездері Олжасқа байланысты әңгіме өте көп айтылуда. Қандай әңгіме? Теледидарды қоссақ та Олжас, газет журналдарды ашсақ та Олжас. Олжас, осы мәселе қалай шешімін тапты? Нәтижесі қандай болды? Ол нәтижесі жақсы аяқталды. Бітті, толшу.
Енді алдағы уақытта тағы жақсы дегенде қалай? Біткенде оны енді бітіріп, қазір жаңа бір шуға дайындалып жатыр. Тыныш қой ана жағы. Екінші шуды қазір енді ақылдасып жатыр қазір. Қандай қылып шығарсақ деп, жақында тағы бір жаңа бір. Қандай ойлар жатыр? Арасында қандай ойлар болып жатыр? Оны шыққан кезде көресіздер енді. Жақын күндерде шығып қалады. Жақын күндері жаңа бір шу. Жаңа бір шу. Жеке өмірге қатысты ма, жеке өмірден тыс па? Жеке өмірге қатысты. Жеке өмірге қатысты. Жаңа. Иә, екінші сериясы. Екінші сериясы. Аха. Екінші серияның есімі кім? Ол көресіздер оны. Астаналық па? КТК-ны қоссаңыздар сол жақтан естисіздер. Дұрыс. Соңғы кездері Қайрат Түнтеков шу шығарып жүр. Олжас өзің шу шығарып жүрсің. Атын шықпаса жер өрте дейді ғой. Шоу бизнесте ат шығарудың, рейтингті көтерудің жолы осы болып кеткен сияқты ғой. Пиар ғой. Пиар. Ұнайды ғой сізге пиар? Ұнайды. Тамаша. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көрдіңіздер. Бүгін бізде студияда қонақта болған Астана қаласының әкімі Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағанбетовке пародия жасаған Олжас Сыдықбек. Рахмет. Келіп тұрыңыз. Жақсы хабарласып тұр. Хабарласып тұрамыз. Жақсы. Жоқ, қорқпаңыздар, бұл травматикалық қару емес, бұл пневматикалық қару. Полиция бұдан былай ескертусіз оқ жаудыруы мүмкін. Ішкі істер министрлігі парламентке осы мәселені қаузайтын жаңа заң жобасын ұсынды. Жаңалыққа құмар біздің қоғам бір елең етіп қалды. Тіпті бұрын оқтың ескертусіз атылған көрмей жүрдеген жұрттая қатты таңырқадық. Аталмыш заң қабылданар болса, құқық қорғаушылар қарусыз халықты қырып салады дескендер болды. Ел ішінде қылмысты осы жолмен тізгіндеуге болады дескендер болды. Ал біз не дейміз? Біз ондыққа тиіспін. Ассалаумалейкум. Старший сержант Қайрат Талғатбекұлы. Құжаттарың бар ма бауырлар? Қандай себептен? Жұмыс барысымен мына жерде бір жағдайлар болып қалды. Қандай жағдай? Әй, бауырым, сен өзі кішкене көрсетші ана құжатыңды. Көрсетейін, тапа-тапа. Әкел құжатты. Қайда ярасың? Қоя берші, көрсетейінші. Бар ғой құжатымыз. Жүре беріңді. Құжаттарың? Ассалаумалейкум. Қандай құжат аға? Құжат, кәдімгі құжат болады ғой. Қандай себепті? Бауырым, жұмыс уақытта, сондықтан құжатын көрсет деген. Қанша болды уақытта? Бауырым, құжатын көрсетіп тұрмей саған, айдалайын. Қой. Үстіміздегі жылдың ақпанында Ішкі істер министрлігі парламентке жаңа заң жобасын ұсынды. Ішкі істер органдары туралы деп аталатын бұл заңды вице-министр Ерлік Кенебаев кеп таныстырды мәжіліске. Жобаның Ішкі істер министрлігіне қарасты бірнеше басылымда және интернет сайттарда талқыланғанын айтқан вице-министр заңдағы негізгі өзгерістерге тоқталды. Өзгеріске ұшырайтын негізгі 5 бап, оған қоса толықтыру тағы бар. Дау осы толықтыруға келгенде туындады. Бұл толықтыру бойынша полиция адамдарды ескертусіз ата алатын еді. Вице-министр құқық қорғаушыларға осындай мүмкіндік берілсе ғана елдегі қылмыстық ахуалды реттеуге болады деген уәж айтты. Америкада осылай дегенді де қосып қойды. Бірақ қазақ қоғамы бұл бастаманы қолдай қоймайтындай сыңай байқатты. Ішкі істер министрлігі ұсынған заң жобасы парламентке түскен күннің ертеңіне саяси шешімдер институты сауалнама жүргізіп, қорытындысын жария етті. Сауалға Қазақстанның 16 қаласынан 2300 адам жауап берген. Қатысушылардың 49,2%-ы бұл бастамаға түбегейлі қарсылық білдірген. Әсіресе Алматы қаласы мен Солтүстік Қазақстан облысында бұл мәселеге қарсы шыққандар көбірек тіркелген. Сауалға жауап бергендердің 35%-ы ғана Ішкі істер министрлігінің заң жобасын мақұлдаған. Министрлікті қолдаушылар қатарында Астана және Қазақстанның батыс аймағының тұрғындары көбірек саналды. Деталсыз ата беруге болмайды ғой. Конечно, қарсымыз оған. Қарсымыз оған. Қазақстанның халқы көп емес қой, мысалы үшін қазір. Пока мен әуе қатқанша ол адам өліп қалады ғой. Преступник біреуді өлтіріп тастайды ғой.
Без предупреждения убивать преступников. Әй жоқ шай жағата салу немен, ол тауық емес. Ел пікірі алағұла. Тіпті бұндай заң жобасынан бейхабар азаматтар да бар. Бұқараға ішкі істер министрлігі бұл мәселені асығыс көтергенде әсер етті. Адам өміріне тікелей қатысы бар мұндай заңдар ат үсті қаралып, қарбаласта қабылданбауы тиіс деген пікір тұр халық көкейінде. Тіпті өмірін құқық қорғау саласына арнаған ардагерлердің өзі бұның тереңде нәзік мәселе екенін, жан-жақты саралауды қажет ететін дүние екендігін айтады. 1 жыл, 2 жыл уақыт керек. Неге де біздің халықты дайындау үшін, біздің полиция қызметкерлерін дайындау үшін, мынау газет арқылы, телевизор арқылы сондай бір жұмыс жүргізу керек. Қару қолдану түптеп келгенде полицияның кәсіби шеберлігіне тіреледі. Америкада бой 180 сантиметрден кем полисмен көрмейсіз. Біз осы мәселені де ойлануымыз керек. Америка елдерінде бұл бап заңға енгізілген, қолданылады. Бірақ Европа елдерінің көптеген елдерінде бұл бап әлі енгізілмеген жоқ. Төлеген Қуанышы осы мәселеге қатысты бізге беймәлім тағы бір жайдың шетін шығарды. Ішкі істер министрлігі ұсынған заң жобасында полицияға адамға қарсы ескертусіз оқ ату құқығын беру көзделген. Ал Қазақияның бас заңында, яғни Конституцияда ше. Біздің еліміздің Конституцияның 15-ші бабында былай делінген: әркімнің өмір сүруге құқы бар делінген. Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға хақысы жоқ делінген. Өлім жазасы адамдардың қаза болуына байланысты террористік қылмыстар жасаған үшін, сондай-ақ соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар жасаған үшін ең ауыр жаза ретінде заңменен белгіленеді. Ондай жазаға кесілген адамның кешірім жасау туралы өтініш ету хақы бар делінген. Сонда егерде біздер жаңағы айтылған нормаларды тапаншаны пайдалану мәселесі құқы беріліп жатқан жағдайда Конституцияға да өзгерістер енгізуге тура келеді. Конституцияға қарсы болса, бұл заң жобасы қабылдана ма? Мүмкін, қабылдануы да мүмкін. Бірақ ол үшін көптеген өзгерістер мен іс-қимылдар жасалуы тиіс. Бірінші, бүкіл депутаттық корпустың 3-тен 2 бөлігі бастама көтеріп ұсыныс білдіруі тиіс. Екінші, Сенат пен Мәжіліс бірлесіп президентке өтініш жазуы керек. Президент мақұлдаған жағдайда ғана жарлық шығарады. Бұл кейде референдум жариялауға дейін баратын өте күрделі іс-қимылдар жүйесі. Не үшін керек осының бәрі? Қылмыстың жолын кесіп тамырына балта шабу үшін бе? Әлде құқық қорғаушыларға қару беріп, азаматтарға оқ аттыру үшін бе? Ойлану керек. Пікірлесіңізді құптай беру, онымен жақсы тіл табысудың жалғыз жол емес. Бұл қара сөздің авторы Маргарет Тэтчер. 1979-1990 жылдары Ұлыбританияның премьер-министрі болған Болат леди дүниеден өтті. Біз оны данагөй ақылман әже образында танысақ, өз елінде оның іскерлік сипатына, адамгершілік қасиетіне деген көзқарас басқаша болып деседі. Мысалы, дәл осы Тэтчердің тұсында тұрғын үй ипотекасының шарықтауына негіз болатын заң қабылданыптымыз. Анығын кім білген? Сол секілді қазақтың Еркеғали Рахмадиев та осы аптада көз жұмды. Шұбартаудың тумасы қазақ мәдениетінің маңдайалды майталманының бірі Еркеғали аға кезінде көрермен көңілінен шыққан опера, поэма, реквиемдердің авторы. КСРО-ның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері еліміздің мәдениет саласына басшылық етті. Революция! Таңдайға жапсардай неткен тәтті сөз еді. Бірақ революцияның сөз ғана тәтті, ал дәмі ащы емес, улы. Жүрегіңді айнытып, көзіңді бұлдыратып, басыңды айналдырады, кез келгеніңді орға жығады. Сербия, Гүржістан, Украина, Мысыр, Ливия және Қырғызстан. Осы аптада, яғни 7 сәуірде Қырғызстанның 2-ші революциясының орын алғанына 3 жыл толды. Бұл революцияның басты сабағы не болды? Шетел кезіп жүріп, шаш өсіп кеткен Өркен Кенжебек айтсын. 2010 жылдың 7 сәуірі Талас және Бішкек қалаларында билік пе әлде басқа ма өздеріне қарсы көтерілген топты атуға бұйрық беріп 84 адам қаза тапты. Жарты мың адам әртүрлі жарақат алды. Ауылдан Астанаға бүлінгеннен бүлдіргі алу үшін келген жұмыссыз жастар өз елінің байлығын, дүкендерін 2,5 күн бойы қарақшылықпен тонады. А мы дали миру 2 президентов, которых мы сами выбрали.
Это же говорит не только о близорукости, о доверчивости, о нерациональности кыргызов. Акаев төңкерісінде мылтық даусы шықпаса, Бәкиев революциясында 84 адам оққа ұшты. Сол жылы 2 айдан соң елдің оңтүстігінде орын алған өзбек-қырғыз қақтығысында 442 адам қайтыс болып, 1500-і жараланды. Бұл бүлікте биліктің бассыз қалу себебінен болып еді. 5 жыл ішіндегі қызғалдақ революциясынан соңғы қанды төңкерістің айырмашылығы осы ғана. Акаевты осылай кетірген Мәскеу жағалады. Бәкиев елін анархияға батырып, Беларусьқа қара батырды. Ал Бәкиевке жұрт неге наразы болды дегенде, бұл жерде тағы 2 себеп бар. Біріншісі, ол Акаевтан бетер озбыр, рулық қылмыстық жүйе құрды. Мысалы, тек Бәкиевтің туған ауданы Созақтан 1 емес 7 министр шыққан кезі болды. Екіншіден, ол сыртқы ойыншыларды жалықтырып жіберді. Мысалы, Манас базасы үшін американдықтар $17 миллион төлеп келді. Бәкиевтің кезінде бұл сома $60 миллион болсын деп келісті. Революция қырғыздарға ишенім берді. Біз өзіміздің тағдырымызға өзіміз қожайын деген ишенім. Төңкерістерден кейін биліктің халыққа жақындауынан басқа көп нәрсе өзгерген жоқ. Иә, осы революциялардың негізгі тірегі болған еркін баспасөз бен оппозиция одан әрмен күшейді. Бірақ баяғы кедейлік, баяғы сырт күштерге тәуелділік, сол оңтүстік пен солтүстікке бөліну сақталып тұрғанда, бұл керісінше қатерге айналды. Тіпті парламенттік басқару жүйесі де әзірше асығыс жасалған эксперимент болып тұр. Парламенттік жаңа конституция қабыл алып, парламенттік системаға өтті. Парламенттік система деген сөз, бұл оппозицияны күшейту деген сөз. Фракциялар келді, 5 партия. Олар бірін жағы кемшіліктерін ашып, оларды айтып, сол көбінше елдің алдында парламент деген ашық сөздер сол пайда болды. Егерде аскердік тартип бол болғанда, анда жаңақындай талаш, итчігіліш болып кетеді. Сондықтан батыс өлкелерінің бізге берген Назарбаев айтып атады, бізге таңулаған батыш демократиясы біздің елдің салт сабырын ерітіп жібереді дағы. Біз баяғы сен жаман, мен жаман болып отыра береміз. С уличной шумихи переходим все в стены парламента. Короче, что бы ни происходило, это все рассматриваем в парламенте. Қырғызстан тәуелсіздік жылдарында демократияны асқарын бағындырды. Бұл әрине бас жетістігі. Бірақ олар демократияның мәдениетін үйрене алған жоқ. Бұл әрине бас сәтсіздігі. Басқалардан әлдеқайда ерте және батыл түрде демократияның түбіне бойлаған көршілерімізге дем жетпеді. Халық пен биліктің ауызбіршілігі жетіспеді. Санай берсеңіз, жеткеннен гөрі жетіспегені көп. Вижу, что и первая революция нужна была, и вторая революция нужна была. Вот, это такой исторический путь наш. Сонда бұны не пайдасы болды? Осы революцияны көрдіңіздер, 2005-2010. Осы революция деген не өзгерді? Енді өзгерген асының енді көп біз демократияны жақсы сөйлейміз де. Біз мынандай ашық сөзге жақсы шықтық. Бір кісі бізге тура емес жұмыс жасап жатса, соны біз бетін айта аламыз. Керемет, былтыр тек Бішкектің өзінде 726 шеру өткізілді. Атамбаевтың өзі мойындағандай, елде күніне 20 шақты шеру ұйымдастырылады. Ал шеру өтті деген сөз, ол қоғамдағы мәселелердің әлі шешімін таппағанын көрсетеді. Тек кейінгі 20 жылдың ішінде 23 рет үкімет ауысты. Бұны бәзбіреулер жетістік санаса, онда білмедік. Экономикалық жақтан, социалдық жақтан бізде шындығында эле 2010 жылғы революцияның бір зияндарын бүгінгі чейин бір көріп келе жатабыз. Ал революцияның зияны шаш етектен болды. Қырғызстан мойнына $3 триллион қарыз арқалады. Бюджетінің 40% халықаралық қорлардан толықтырылды. Халықтың әл-ауқаты төңкеріске дейінгі көрсеткіштен де төмен түсіп кетті. 8 жыл болған қызғалдақ төңкерісіне, 3 жыл болған 7 сәуір революциясына берер бағамыз осы ғана. Өркен Кенжебек, Ернат Бапанов, Бішкек. Қоштасу кезінде Тарантиноның атақты Гайдайдың фильміндегідей жұрттың бәрі қайталап айтып жүретіндей тарс етіп есте қалатындай бір фразамен аяқтағым келеді. Бірақ өкінішке орай әзірше болмай жатыр. Сіз күткендей, әзірге ойдың да, оқиғаның да ордасы болған орталықта жүздескенше.
келесі жолы жақсырақ аяқтаймыз. Айтпақшы сіздерге музыкалық әуен сыйлаған Via орталық. Бұл орталық көршілеріңізге айтып барыңыздар.